Алейкум баршаларыңызға. Біз алдыңғы сабағымызды жалғастырайық. Яғни шим бойынша. Енді осы шим арқылы біз светодиодтың яркісін басқарып көрейік. Ол үшін мультиметрді өшіреміз, орнына светодиодты жағамыз. Катод аяғын минусқа, яғни ГНД-ға, анод аяғын біздің программада көрсетілген 9-шы пинға жалғайық. Енді программа. Енді осы программамызды көретін болсаңыздар, яғни 0-ден басып 255-ге дейін мәніміз беретін болсақ, бірнеше строкаларды жазамыз. Осыны for циклі арқылы қысқартып жазайық. Ол үшін бізге керек емес программаны удалить етейік, яғни лишний жазамыз for и фигурный скобканың ішіне осы analog write командамызды көрсетеміз. Лишний строкаларды удалить етейік. Енді ордың ішіне бір переменні создать етіп, инициализация жасаймыз. Бастапқы мәні 0-ге тең болсын. Және бұл айымыз кіші немесе тең 255-ге, яғни максималды мәніміз. Және ол мәніміз не істеп отыру керек? Көтеріліп отыру керек. Егер 1-1 дейтін болса, каждый бір шаг сайын 0-ден басып 255-ге дейін көтеріледі. Бұны бір шаг емес, мысал ретінде бір шақтап қалдыра берейік. Енді осы айдың 0-дің орнына айымызды қоямыз, яғни бұл жеріміз 0-ден басып 255-ге дейін істейді, көтеріліп отыр. Және каждый шағымызға 2 секунд кететін болса, ол өте баяу болады. Сол себепті 2000 емес, 200 миллисекунд қояйық. Даже 100 миллисекунд начат моделерінен басамыз. Бізде 0-ден бастап 255-ге дейін не істейді? Мәніміз каждый 100 миллисекунд сайын не істеп отырады? Көтеріліп отырады. Яғни 0-ден басып 255-ге дейін көтеріледі. 255-ге жеткен екен, қайта не істейді? 0-ге түседі. Көріп жатсаңыздар, 255-ге дейін көтерілді. Енді қазір не істейді? Қайта 0-ге түсетін болады. Яғни бұлымыз бізде өте баяу жұмыс жасап жатыр. Міне, сол себепті тағы да қысқартайық. 100 емес, 50-ге қойып көрейік. Начат моделеріне міне 0-ден басып 255-ге дейін яркістіміз көтеріліп жатыр. 255-ге жетеді, қайттан не істейді? Төмен қарай түсетін болады. Енді бұл Tinkercadта анық көрсетіліп тұрған жоқ. Сол себепті практикалық шын өмірде сіздерге жасап көрсетейін. Біз Arduino'ға программаны енгіздік. Tinkercadта жазған көретін болсаңыздар, біздің светодиодымыз 0-ден бастап 255-ге дейін не істейді? Көтерілетін болады. Міне, яркість осылай не істеуімізге болады, басқаруымызға болады. Бұл жердегі кішкене шақтарын өзгертіп көрейік. Каждый бір шаг емес, например, 10 шақтан не істеу көтеріліп отыру керек. Загрузка жасаймыз. Загрузка енді көретін болсаңыздар, яғни кішкене жылдам не істеп жатыр? Өзгеріп жатыр. Яғни яркісті каждый 10 шаг сайын не істеп отырады? Көтеріліп отырады. Бұның яркісті 0-ден басып 255-ге дейін көтеріліп, 255-тен керісінше не істеуімізге болады? Төмен түсіруімізге де болады. Міне, біз шим деп атқанымыз осылай 0-ден бастап 5 вольтқа дейін кернеулерді басқаруымызға болады. Шим арқылы.